Бүгін қаламызда аудандық сенбілік өтуде. Біз Сарқан қаласының тұрғындарын қаламызды таза ұстауға, табиғатына қоқыс тастамауға шақырамыз. Сауалнама сізден алсақ па деп едік. Біздің жаңағы осы Сарқан қаласының бүгінгі экологиялық жағдайы қалай деп ойлайсыз? Жақсы. Осындай экологиялық сенбіліктерге, жаңағы акцияларға сіз қалай қарайсыз, көзқарасыңыз қандай? Мен жалпы бұндай іс-шараларға өте сондай жақсы қараймын. Себебі біз өзімізде, өздеріңіз білесіздер, осындай сенбіліктерді ұйымдастырып тұрамыз. Қала әкімшілігі болғанда. Өте дұрыс қараймын. Осы сенбіліктердің мақсаты қандай деп ойлайсыз? Тазалық біріншіден. Адамды жаңағы тазалыққа үйрету. Соның окружающая среда дейді, соның жаңағы нету жалпы осы біздің қаламыздың көркеюіне сондай бір жақсы бір әсер тиеді ме деген ойдамын. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Сіздер осындай жаңағы қаладағы өтетін экологиялық экосенбіліктерге қатысасыздар ма? Қаншалықты жиі қатысасыз? Оны аялау керек әрқашанда ша. Мен өзім сөйтіп түсінемін, ол өйткені бұны енді біз аяламасақ кім аялайды? Кімге керек? Қазақстан жері өзімізге, сондықтан бұл ешқандай ұят жағдай емес. Әрқашан осылай субботникқа қатысып тұрғаны ол өте дұрыс, өйткені тазалық денсаулық кепілі. Мен өзім жалпы осындай бұл енді бұл нелер ғой, іс-шаралар ғой. Бұндай жасап тұрған өте дұрыс. Во-первых, өзімізге пайдалы, денсаулығымызға таза ауа, жан-жақ таза болса, адамның көңіл күйі де таза болады. Бұндай нәрсе мысалы бұл парк қой енді таза алатқан жеріміз. Бұл жерлермен балалар ойнайды. Кішкентай өсіп келе жатқан поколение дұрыс тәрбие алады деп ойлаймын. Рахмет сауалнамаңыз. Жатқан сенбілікке қандай үлесін қосып жатырсыз? Яғни біз қазіргі уақытта мен Абиев Берек Сарқан көпсалалы колледжінде оқимын. Яғни біз қазіргі таңда сенбілік уақытында өзіміздің қаламызды, өзіміздің Сарқан қаласын, Жетісу облысы Сарқан қаласын өзімізді таза мусордан және де қоқыстардан сақтық шарасын тазалаудамыз. Яғни бізде қазір атап кетсек, мысалы, мына бутылкамыз 500 жылдан көп жатуы мүмкін. Яғни бір сөзбен айтқанда, біз өзіміздің Сарқан қаласын қоқыстан және ластау әрекетінен сақтауға ант етеміз және де көп үлесімізді қоса аламыз. Қаламыздағы экологиялық жағдай қандай? Данный момент экологиялық жағдай ол қалай атап өтсем болады? Қоқыстардан тазалау керек. Қоқыстардан тазалау керек. Бәрі өз қолымызда. Барлығы өзіміздің қолымызда ғой. Мусорды, қоқыстарды жерге лақтырмау керек. Арнайы өзіміздің қоқыс жәшігіне тастау керек. Ең бастысы жерді ластамау керек. Табиғатты қорғау. Рахмет.